Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар. Әлеуметтік желіде шу болып жатқан Қытайдың туымен Қытай басшысы Ши Қытайдың фотосын өртеген белгілі белсенді азаматтар, тіркелмеген аташ партиясының мүшелері қазір қамауда отырған көріп отырсыздар. Бұл азаматтардың істеген әрекеті бір жағынан қарасаңыз орынсыз болар. Ал екінші жағынан қарасақ, бұны мен дұрыс деп санаймын. Себебі не? Қазіргі біздің визасыз режиммен Қытай елінен келіп жатқан қаншама қытайларды көріп отырсыздар. Қаншама Қытай жұмысшылары жүргенін көріп отырсыздар. Әрбір жерден, әрбір өңірден жер телімдерін сатып алған завод, фабрикалар ашып жатыр. Мақта салып жатыр. Әрбір жерде жаңағы қай өңірде қандай өнімдер береді, бидей салуға келе ме, сол жерде бидей салып жатыр. Осындай әрекетке барып жатқан біздің мынау халыққа қайырымсыз біздің биліктегілер тек өзінің қара басын, қалтасын ғана қампайтып, халықтың мұң-зарымен, халықтың не болып жатқан бүгінімен, ертеңімен санаспайтын қазіргі билікке қалай өзінің қарсылығын білдіру керек еді? Әрине, осыдан басқа қандай әрекетпен өзінің осы визасыз режимге қарсы екенін, қалың Қытайдың қазақ жеріне экспансия жасауының алдын алуға басқа қандай жолмен бару керек еді? Сіз айтыңыз, сіз бастаңыз. Сіздің сол әрекетіңізді біз қостайық. Сол азаматтар сізге ерсін. Ал енді сіз ондай жол көрсете алмасаңыз, ондай қандай да бір қарекетке өзіңіз өз еркіңізбен бара алмасаңыз, өзіңіздің қолыңыздан келмесе, осындай жасап жүрген азаматтарға әлеуметтік желіде әртүрлі қарсы сөз, қарсы пікір айтуды қойыңыздар. Мынау Facebook парақшасында жүр. Оразалы Әлімбек деген журналист, Кембінің журналисі, баяғыдан білеміз бұның кім екенін. Біздің елімізде санаулы Қытай жүр дейді оның жазбасында. Бұлар екі елдің ортасына араздық тудырып жатыр. Екі елдің ортасындағы жаңағы достыққа тәсір тигізіп жатыр дейді. Қандай тәсір тиеді айналайын? Қандай достық бар біздің ортамызда? Қытай мен қазақ елінің ортасында қандай теңдік келісім болды? 20 миллион халқың бар. 1,5 миллиард Қытаймен визасыз режимді қандай миссіз адам сонымен визасыз режимге, келісімге, шартқа отырды? Осы әділетті деп санайсың ба?